Баршаға сәлем, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің қонағымыз жас мұғалім, блогер Асыл Ахметова. Қош келдіңіз, Асыл. Қош көрдік. Жалпы өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Қай жақтың тумасысыз? Мен Қостанай облысы Меңдіқара ауданы Басағаш ауылында дүниеге келгем. Одан кейін біз Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданына көштік. Жалтыш ауылында тұрдық. Одан кейін Озерный ауылына көштік. Сол жақта тұрамыз. Өзім 21 желтоқсан 1996 жылы дүниеге келгем. Тағы да бірінші сыныпты мен Қостанай қаласында оқыдым. Бірінші, екінші сыныпты, одан кейін осы жаққа көштік. Тағы. Озерный ол бізде Солтүстік Қазақстан. Иә. Сол жерде жұмыс істейсіз? Иә, жұмыс істеймін мектепте. Мектепте мұғалімсіз? Иә, мұғалім. Қандай пәннен сабақ бересіз? Информатика пәнінен. Информатика. Жақсы, ал қай қалада оқыдыңыз сіз? Қостанай қаласында оқыдым. Жоғарғы оқу. Иә, жоғарғы оқу. Колледж осы Астана қаласында политехникалық колледжді бітіргем. Астанада тұрдыңыз? Иә, Астана. Осы жақта бірнеше жыл тұрғаннан кейін, қалада тұрғаннан кейін ауылға барып қайту қиын болмады ма? Жоқ, қиын болмады. Жалпы өзіңіз бала кезден кім болам деп армандадыңыз? Бала кезінде әнші болғым келетін. Әнші болғыңыз келеді. Бірақ әлеуметтік желілеріңізді қарасам, әлде ән айтасыз ғой, иә? Иә, хобби ретінде. Хобби ретінде, иә, айтамын. Мысалы, сіз әнші болам деп армандадыңыз, бірақ қалай мұғалім болып кеттіңіз? Жалпы ол сондай жағдай болып қалды ма? Грант болғасын бөлінген соң бардыңыз ба, әлде арнайы сол мұғалім болам деген ниетпен бардыңыз ба? Жоқ, ондай ниет болған жоқ. Бірінші сол әнші болам деп ойлап жүрдім. Одан кейін белгілі бір мамандық таңда деді ата-анам. Содан кейін сол ән жағына барарсың деп. Одан кейін колледжді бітіргеннен кейін ары қарай оқығым келген жоқ. Сосын жұмыс істеп кеттім. Осы Астанада жұмыс істедім, Алматыда жұмыс істедім. Бірақ демалыс күндері жазда ауылға барып әкеме көмектесіп жүрдім. Өйткені жазды күні жылқы бағу қиындап кетеді. Ата-анам дедіңіз ғой, әкем жібермеді, жылқы бағу қиын деп. Сонда сіздің ата-анаңыз немен айналысады? Анам үйде, әкем жылқы бағады, ауылдың жылқысын бағамыз. Керемет. Ал мысалы сіз жаңа Астанада, Алматыда жұмыс істедім дедіңіз ғой? Кім болып жұмыс істедіңіз? Мектепте ме? Жоқ, кинопаркта істедім. Кассада. Енді қараңыз, сіз ауылға қайттыңыз. Қаладан ауылға қайту қиын болмады дедіңіз, иә? Мысалы, көбісі бізде қаланың өміріне үйреніп қалғаннан кейін ауылға барғысы келмей жатады. Ауылға бардыңыз, қандай бағдарламамен бардыңыз? Дипломмен ауылға? Жоқ, ондай бағдарламамен барған жоқпын. Сол бардым, сол мектептен ұсыныс түсті жұмысқа. Соны ата-анам естіп, ауылда қал деп айтты. Сіз мектепке жұмысқа орналасқаннан кейін бір жеңілдіктер алдыңыз ба мемлекеттен? Жоқ, өйткені менің мамандығым педагогикалық мамандық емес та, менде техникалық. Сол үшін мен қазір жоғарғы оқу орнына түстім, дистанционно, Петропавл қаласына. Қазір сол жақта 3-ші курста оқып жатырмын. Мамандығы бойынша болмағандықтан сіз ондай бағдарламаларға қатыса алмайсыз? Иә, қатыса алмаймын. Ал жалпы ауылдағы жастардың өмірі қандай? Ауылда жастар немен айналысады, неге қызығады деген сияқты? Ауылдағы жастар, енді қалған жастар олар мектепте жұмыс істейді, сол мамандық бойынша. Ондай қатты ешқандай қызығушылығы жоқ жастарда. Тек сол жұмыспен сондай. Күні бойы тек қана жұмыс, үй, басқа айналысатын қызығы жоқ дейсіз? Жоқ. Ал жалпы мысалы өткен жылы біз онлайн форматқа көштік қой, сол кезде сіз мектепке орналастыңыз жұмысқа. Иә. Ауылдық мектепте онлайн форматта оқу қаншалықты қиын болды? Ауылдық жерде мен осы күзде кірдім жұмысқа, ол кезде бізде кәдімгі дәстүрлі түрде болды. Ал қашықтықтан өте қиын болып өткені бізде жаңағы интернет желісі дамымаған. Балалар үйден оқи алмайды. Содан кейін күзде кәдімгі барып оқитын болды. Қалған мектептер қашықтан оқиды, кімде интернет жақсы ұстайды, солар ғана. Ал бізде ондай жағдай жоқ. Интернет ұстамағандықтан балалар мектепке барып оқиды? Иә. Дәстүрлі форматта. Жақсы. Ал жалпы ауылдық мектептер ғана емес, сол кезде карантин, пандемия басталған кезде бізде жалпы республика аумағы бойынша мектептерде
қиындық туындап жатты. Өйткені біріншіден біз ондай жағдайға дайын болмадық. Екіншіден міне бізде ауылдарда әлеуметтік желі де өткізілмеген, көп жерде бізде компьютерлер жоқ. Сол себепті балаларға әрине қиын болды. Жалпы біз TikTok-тан танимыз. TikTok-та жылқы басында ойнайтын, ер-тоқымға 5 жасында мінген ару қыз деген жазулармен көріп жатам. Өзімде мен өте қатты жылқыларға қызығам. Мен де әкем кезінде жылқы баққан. Сол себепті менің рекомендациямда жиі шығып тұрасыз. Жалпы TikTok туралы әңгімелесейік. Қалай бастадыңыз, не себепті бастадыңыз, біреу себепкер болды ма оны түсіруге? Өзім сол ауылда болғандықтан қысты күні бос уақытым көп болатын. Жұмыстан келгеннен кейін TikTok желісін жүктеп алдым. Оған дейін TikTok-та мүлде отырмайтын, өйткені бізде интернет ұстамайды. Содан кейін ал жұмыста кейде Wi-Fi қосылады. Сол кезде жүктеп алып, видеолар түсіре бастадым. Кавер жаңағындай сала бастадым. Ондай қаралым болған жоқ көп. Содан кейін далада жүргенде, жылқы жайлап жүрген кезде мініп жүрген атымды түсірдім да видеоға, содан кейін салып көргем. Сол жұмыста салдым, жаңа үйде сала алмаймын ғой. Жұмыста салып, үйге келгенше қарасам, кәдімгі 5.000, 6.000 болып просмотрлар өсіп келе жатыр. Содан кейін тағы да басқа видеоларды салып көрейін дедім. Солай күнде түсіріп сала бердім. Адамдар қызығып, көбінесе ауылдан бұрын көшіп кеткен адамдар, ауылды сағынған адамдар комментарий қалдырып, жақсы пікірлер қалдырғандықтан әрі қарай солай жалғастыра бердім. Сіздің видеоларыңызды байқап, олар кәдімгідей сағыныштарын басып, ауылға деген махаббаттары оянып, балалық шақтарын еске түсіріп, солай. Сонда сіздің рекомендацияға түскен ең бірінші видеоңыз сол жылқы туралы болды, Иә, жылқы туралы. Жылқымен түскен видео. Ол жылқы сіздің өзіңіздің жылқыңыз? Иә, мен әкем қыста соны өз үйге қалдырамыз. Жылқыдан алып келіп, қыс бойы үйде болады. Өйткені бізге суға баруға, ат шанаға атымызды жегеміз, су әкелеміз шанамен. Авди Сенпай дегенде, енді сіздің парақшаңызды былай сырттан қарасам, бірден сол бала есіне түседі. Өйткені әлеуметтік желіні жарған кезінде, өткен жылы бізде TikTok-дағы ең танымал бала болған осы Авди Сенпай болды. Және оның контенті сіздің контентпен тең енді қарап тұрсақ, сізге хейт көп келе ма? Мысалы, комментарий жаза ма? Сенде Авди Сенпайдың толықтай түсіргені содан қайталап жатсын, соның контенті деген сияқты жазулар келе ма? Ондай Авди Сенпай сияқты деп жазады, бірақ дәл сондай деп ондай жазған емес. Авди Сенпай 2 деп сондай жазғандар болды, бірақ ондай қатты көп емес. Көп емес, Жалпы хейт болды ма сізге андай? Неге ондай түсіресің деген, мысалы? Хейт ондай болған жоқ. Мазмұнды, мағыналы бір не түсір деген жазулар болған жоқ па? Ондай болған жоқ. Жай айтты, неге сендерде ер бала жоқ па деп көп сұрайды. Неге ауыр жұмыс істейсің деп сондайлар. Неге жылқы бағып жүрсің деген сияқты, сондайлар болды. Жалпы меніңше көбі қолдап жатқан сияқты, Қазақтың қызы бұрымды, өзінің шашы ұзын, екі өрім, оның үстіне байқағаным барлық жүрген жеріңізде әшекей бұйымды. Әсіресе осы сырғаны тағып жүресіз, Ол сізге бір осы TikTok-тағы видеода образ жасау үшін бе, әлде өзіңізге ұнайды бұрыннан сондай істеуге? Өзіме ұнайды, бұрыннан емес, енді осы жылдан бастап. Бұрын қызығатынмын, бірақ осы жылдан бастап тағы бастадым. Яки біздің қазақи мінезде деп көбі мақтау жазып жатады. Жаңа Авди Сенпайды неге айтып кеттім? Алдында ол да өзінің бір сұхбатында айтқан еді, менің жылқымның есімін осы тыңдармандарым көрермендер қойды деп. Сіздің жылқыңыздың есімі қандай? Менікінің аты Залетный. Ол бұрын біз 4 жасында бір кісіден сатып алғанбыз, сол кезде сондай атпен келді. Одан кейін атын өзгертпекші болдық, бірақ Залетный деп үйреніп қалдықтан солай қалды. Сол көбісі сұрайды, неге солай, неге орысша, қазақша емес деп сондай сұрақтар келіп жатыр. Есімі қызық екен, Залетный. Рекомендацияға кету үшін ба сондай атау деп ойлап қалдық. Олай емес екен, Олай емес. Жалпы TikTok-тан ақша табасыз ба? Жоқ, ондай ақша таппаймын. TikTok-та жарнама жасауға ұсыныстар болды ма? Жоқ, ондай ұсыныстар болған жоқ. Әзірге дейік.
Әзірге болған жоқ. Әзірге болған жоқ, енді алдағы уақытта бола жатар, Болып жатар. Жалпы TikTok туралы өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз, ол жерде сапалы контент басым ба, жоқ әлде зияны да бар ма? Жалпы өзіңіз не ойлайсыз бұл желі туралы? TikTokта енді андай ғой, мысалы Инстаграмда қай контентке жазыласың, мысалы соны сен күнделікті көріп отырасың, ал TikTokта барлығы аралас келіп жатады, және андай енді неше түрлі көресің, бір кез келген видео рекомендация шықса, бүкіл әлем көріп жатады. Өзім енді кездестіріп жатам, көбінесе аниме, сондай жастардың анимеға түсіріп жатады, шаштарын бояп деген сияқты. Ол жағын енді ната қоймам, сонда ойлаймын, қаншама жастар көріп жатыр, осыған еліктейді ғой деп, керісінше осындай бір қазақи контент көбірек болса екен деймін. Әрине, өйткені жасөспірім ондайға тез баулиды, тез еліктейді. Әсіресе қазір TikTokта көп отырғандықтан олар. Бірақ бір жағы анименің жақсы жағы, меніңше, мен өзім анимені бай қарамаймын, бірақ Алматыдағы жас ұстазды көрсеңіз, Ұлан есімді жас жігіт. Ол химия сабағынан мұғалім екен, бірақ осы Наруто арқылы, аниме арқылы балаларға қызықты сабақтар көрсетеді TikTok арқылы. Сол арқылы сол бала қазір танылып, мұғалім өте сапалы сабақтар беріп жүр екен. Жалпы сіз де мұғалімсіз ғой, енді алдағы уақытта TikTokты сабақпен байланыстыру ойда бар ма? Мысалы, сіз информатика дейсіз ғой. Информатиканы TikTok арқылы мүмкін беруге болатын шығар. Ойда бар, ондай, оны ойластыру керек. Меніңше информатиканы қызықты етіп көрсетуге болады, TikTok арқылы. Әсіресе ол бағдарламалар бар, компьютерлік деген сияқты. Керемет, міне біз айтып отырмыз ғой, ауылдың жастары деп. Жалпы ауылға байланысты мынандай сұрақ болсын. Жақында осы міне күні ертең үгіт насихат жұмыстары басталады. Бізде биыл Қазақстанда бірінші рет біздің тарихымызда әкімдер сайлауы болады. Яғни осы ауыл әкімдерін сайлау. 25 шілдеде бізде Қазақстан бойынша әкімдер сайлауы болады. Сіздің жақтарда, ауылдарда оған дайындық жүріп жатыр ма? Жалпы естисіз ба? Естеймін, дайындық жүріп жатыр. Кандидаттар болып жатыр деп естідім жаңадан. Ауыл тұрғыны ретінде әкімдер сайлау туралы не ойлайсыз? Енді өз ойым, халық сайлаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кейде болады ғой, ауылдарға жоғарыдан жерген адамдар келіп жатады, ол ауылда тұрып көрмеген, мысалы қаланың адамдар келіп жатса, олар ауылға не керек екенін түсінбейді, халықты да түсінбейді. Өзім ойлаймын, сол ауылдың бір тұрғыны әкім болған дұрыс деп ойлаймын. Сіздің ауылда биыл сайлау болады ма? Болады. Болады, кандидаттар ұсынылып жатыр. Ұсынылып жатыр. Ауыл тұрғындары қалай өз кандидатурасын ұсынуға бірден келісіп жатыр ма? Бар ма сондай азаматтар, мен болам деген өзін ұсынып жатқан? Жоқ, ондай жоқ. Жоқ, Егер мысалы енді қараңыз, ауыл тұрғыны аз болса, саны аз болса, халық саны, ол жерде ешкім өз кандидатурасын ұсынбай жатса, яғни басқа жақтан келеді деген сөз, ол адам. Бірақ басқа жақтан келіп жатса да, қандай адам жалпы ондай лауазымға сайлану керек деп ойлайсыз? Енді ауылдың қамын ойлайтын, ауылды көтеретін, жастарға жол жағын ойлайтын, өйткені бізде мысалға жол жағы қиындау, су жағын ойлайтын, жарық, осы проблемалар көп ауылда, осы проблема, осыны ары қарай алып кететін, дамытатын адам керек деп ойлаймын. Жалпы сіздің ауылда мысалы жолдың проблемасы бар, Бар, Жол проблемасы бар, сосын қандай проблемалар бар? Интернет желісі. Сосын су. Су дегенде енді бізде уақытпен беріледі күнде. 3-тен 5-ке дейін, 2 сағат. Сол кезде бір жерден барып алады барлық адамдар. Жазда енді кезекпен алады ғой, сол кезде кейде напор болмай қалады, сонда ұзақ тұрады. Қысты күні қиын болады да, өйткені көп ата-аналар жұмыста болады, ол уақытта 3-тен 5-ке дейін балалары барады, қыста тоңып, сондай сумен тұрады. Ал бұлай ішуге суымыз таза. Енді судың мәселесі бар дедік. Жол үнемі жыл сайын ремонт жасағанымен қайта-қайта бізде ремонт мүлдем жасалмайды. Ауылдарда мүлдем жасалмайтын сияқты, Мысалы, білмеймін, енді өз көзқарасымды айтып жатырмын. Қазір бұл жерде енді адамдар сөкпесін, қалаларда жыл сайын бір жерді жөндей береді, одан да мысалы ауылдарда мүлдем жасалмаған жолдарды
жолдарға бөлінгені дұрыс та шығар. Иә, өйткені ауылдан көшіп кеткен адамдар демалысқа келген кезде, жазда келгенде ауылға жиі келіп тұрады, ал сол кезде жолда қиында, шаршайды жолдан, немесе батып қалуы мүмкін жаңбыр жауса, сондай. Ал қыстыгүні мүлдем біз қалаға шыға алмаймыз. Мысалға, бір техника келіп тазаласа, сол күні барып тез жылдам қайтып келу керексің, әйтпесе жолда алып қалады. Сондай мәселелер көп ауылда. Бәсе, сізде суға баратыныңызды TikToktан байқадым, Иә. Атты жегіп, шанамен суға барасыз. Өзіңіз барасыз ба? Жоқ, әкем екеуміз барамыз. Әкем дегенде сіз TikTokта әкеңізді ата деп атайсыз, Иә. Неге? Өйткені өзім туғалы бері анам жағынан да, әкем жағынан да ата мен әжем болмаған. Ал кішкентай кезінде ойнап жүргенде барлығы атам, әжем деп енді еркелеп жүреді ғой, айтады солар туралы. Сосын да мен ойлайтын, неге менде жоқ деп. Үйге келіп сұрай беретін, неге менің атам мен әжем жоқ деп жылайтынмын. Сол кезде бірнеше рет атама айтқаннан кейін, әкеме айтқаннан кейін ол кісі айтты, онда мен сенің атаң болайын деді. Содан кейін ата деп жүргем, солай қалып қойды. Енді қазір әке деп айта алмаймын ол кісіге. Атам болып қалды. Анаңыз? Анама мама деймін. Қызық екен, соны мен байқаймын. TikTokта көріп қалдым, ата деп. Сол себепті сұрағаным. Ал жалпы ата-анаңыз қалай қарайды сіздің TikTok түсіріп жүргеніңізге? Мысалы, сіз жаңа айттыңыз ғой, жылқы бағамыз деп, ол ауылдың жылқысы, Ауыл тұрғындары оған қалай қарайды? Ауыл тұрғындары, олар мен бұрыннан білет жылқы бағатынды. Мен мектеп кезінен бағам. Қазір оларға үйреншікті жағдай, кейде маған айтып жатады, видеоларыңды көрдік деп, молодец деп, мақтап жатады. Ата-анам басында ондай қатты қарамайды, мен айтып жүретін, мен осындай түсірдім. Ол кісілер, үлкен кісілер түсінбейді ғой, просмотр деп айтатсам, лайк десем, ол не деп солай. Ал қазір жиі айтқандықтан, қазір анам Инстаграмда отырады, кейде қарап отырады видеоларын. Кейде үйге келіп айтып жатам ғой, мама осындай болды деп мен Инстаграмда сторис қосылған кезде. Сонда айтады, мен білемін, мен көріп қойдым деген сияқты, сондай. Жалпы видеоларда сценарий жазасыз ба, әлде жай ғана сол жерде, міне, жағдай болды, сол жерде түсірдім? Мен басында түсіріп алам, содан кейін монтаж жасап салам. Бірақ көбінесе жай ғана бір түсірген видеоны салып жіберу мүмкін. Кейде ойлаймын, басқа да бір жақтарын көргісі келетін шығар деп, сосын жазда аттың үстінде отырып ән айта бастадым, сондай видеолар түсіре бастадым. Ал бұлай қатты сценарий жазып, ондай жоқ. Бірақ алдағы уақытта бір белгілі тақырыпты таңдап, сондай қандай тақырыпта, қандай мәселелерді қозғайсыз, не болмаса қандай сценарийде? Осы жылқы малын насихаттағым келеді, көрсеткім келеді жастарға. Осы бағытты дамыта бересіз? Иә, дамытқым келеді. Қызығушылығын тудырғым келеді жастардың жылқы малына деген, жақын болсын деп. Меніңше керемет әдіс, өйткені жастар қазір еріктейді ғой, мысалы сізді көріп, меніңше кішкентай қыздар біздің жылқы малына деген жазып жатады. Қызығушылық оянатын сияқты, Иә. Сосын бір видеода көріп қалдым, ет мүшелеу туралы. Ет мүшелеу емес, анда жалпы сіз айтып жатырсыз, мынау шұжық, мынау қазы деп. Ет мүшелеу білесіз ба? Жоқ, өзім білмеймін әлі. Жай қасында жүрем, әкем көмектесіп, ал былай білмеймін. Сол үшін былай бір жеңілдеуден бастаймын осылай. Шұжық, оны көбісі біледі ғой. Сол кішкентай балалар көріп жатса, үйрене берсін деп ақырындап. Сол келешекте ойлаймын, мүше деп көрсеткім келеді. Жылқылардың жасын, қалай айтатын, соның барлығын. Мен де соны айтайын деп жатқам сізге. Мысалы, етті мүшелеуді бізде қазір қыздардан бөлек ер адамдардың өзі көбі білмей жатады. Сол себепті, мысалы, TikTok арқылы білсе, ол да бір үлкен, меніңше, жақсы болар еді, үлкен әсер етер еді. Мысалы, ет мүшелеу, оны сен жаңа жылқы малының жасын дедіңіз ғой, шыны керек, біздің ер адамдардың көбі білмейді екен. Әсіресе қалада тұратын балалар, енді олар қайдан біледі, мысалы, ауылда өспегендіктен. Сол жағын үйретсеңіз, ұлттық нақышымызды, ұлттық біздің мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді дәріптеудің бір септігі ғой, септігі тиеді соған. Оған қоса сіз қазақ тілінде бәрін жүргізесіз? Қазақ тілінде арасында енді болып тұрады, орысша бір сөздер қосылып кетеді. Сол кезде айтып жатады, неге
қазақша айтпадым деп сол сөз. Өйткені андай мен бірнеше рет түсірмеймін ғой, бір рет түсіріп аламын да видеоны, сосын кейін бірақ қарай бастаймын, сонда андай болады сөздер просто деген сондайлар қосылып кетеді. Ауызекі тілдегі күнделікті сөздер қолданатын бізде арасында шығып кетеді. Ал бірақ көбісі таңғалып жатады, солтүстік Қазақстанда осындай таза қазақша сөйлейді екен ғой деп, оңтүстіктің адамдары, батыстың адамдары жазып жатады. Олар ойлайды екен, біз солтүстіктің қазақтары орысша сөйлейді деп, салт дәстүрді ұстанбайды деп, сол жағын мен көрсеткім келеді. Солтүстікте мысалы қазақтар ғана емес, орыс өкілдері де қазақша сөйлейтінін көрсеткім келеді. Бұл жерде көрермендерге бір айта кетерім, мен де солтүстіктің қызымын, сол себепті осы стереотипке жиі ұшырап жатамын. Астананың өзінде жүргенде басқа өңірлердің адамдары бізді солтүстіктің қыздарын қазақ тілін жақсы меңгермеген деп ойлайды, салт дәстүрді ұстанбайды деп ойлайды. Мінекей біздің жақта тіпті өзге ұлт өкілдері, мен өзім көп ұлтты ауылдан боламын, өзге ұлт өкілдерінің өзі қазақ тілін жақсы біледі және біздің салт дәстүрімізді біледі, сыйлайды, ұстанады. Жалпы сіз жылқышының қызымын дедіңіз. Яғни сіз ауылдың шаруашылығын, жалпы елімізде болып жатқан ауыл шаруашылығына байланысты мәселелерді білесіз. Жақында Маңғыстау жақта болған жағдайды естіген шығарсыз? Естідім, көзіме жас келді көрген кезде. Әрине, ол енді жылқылар аштан өліп жатты, аштан қатып жатты. Сол кезде, мысалы, сіздің үйдегі ата-анаңыз не деп жатты? Енді сіздің әкеңіз жылқышы болғаннан кейін ол кісі ауыл шаруашылығында жүр, сондай жылқы бағатын, қарамал бағатын адамдармен араласады ғой. Сол кісілер жалпы не дейді бұл жағдайда? Біз бір ауыздан айттық, неге біздің жаққа әкелмейді деп, күзге дейін баға тұрса деген сияқты сондай болды. Обал деп ойладық, осы жаққа әкелсе ғой, осы жақта бағатындай, сосын күздігіні алып кететіндей. Өткен жылы жаңбыр болмағандықтан ол жақта шөп биыл өспепті. Сол себепті енді малды суару үшін 16 шақырым жүру керек екен. Оған біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ деген сияқты. Және жалпы енді бәрі біледі, біздің елде үкімет тарапынан бір қомақты көмек болған жоқ. Қарапайым халық, оңтүстіктен ғой деймін, бір жас жігіт, жасы 24-те ма? Құрмет қой деймін. Көрдім. Мен де жаңалықтан оқып көрдім, өзім таңғалдым. Өте керемет, өзі жас болғанымен шөп тасымалдаумен айналысқан ғой деймін, Маңғыстау жаққа шөп апарған. Қазір жан-жақтан ол кісіге көмек келіп жатыр, көмектесіп жатыр. Қарапайым халық. Сол барлығында осындай жағдайда енді бірігетін қарапайым халық. Осы жағдайдан шығудың жолы тек қана сіздің ойыңызша малдарды бер жаққа әкелу. Немесе ол да бір мәселесін шешеді. Көмектесіп апару. Қыста бізде челлендж өтті. Менің туым, менің отаным деген. Сіз қатыстыңыз. Мен организатордың өзім ұйымдастырдым соны. Ұйымдастырушы болдыңыз. Жалпы сол челлендж туралы айтып кетсеңіз. Неден бастау алды? Жалпы солтүстік Қазақстан бастады ғой? Мына жақта не басталды? Зеренді ауданында басталды, Көкшетау жақтағы. Сол жерден бастау алды. Негізі оның Самат Жұматайұлы деген кісі бастаған ол челленджді. Тек осы ауданда болады деп бастаған ғой. Одан кейін осылай тарап кетті. Қостанай облысына, біздің жаққа тарады. Басында көп ауылдар жасап жатты, сосын мен ойладым, бізден бір кісілер шығады, айтады деп, ондай ешқандай болған жоқ. Содан кейін карантин болғандықтан көп жерде рұқсат бермей жатты. Бізде де рұқсат бермеді. Басында сондай қиындықтар болды. Содан кейін енді халық көтерілгендіктен жасадық, бірігіп, жаңағындай аттар дайындап, қаладан адамдар келіп, съемканы жалдап, туларды заказ беріп, жаңадан алдырдып. Сондай түсіргеннен кейін, сосын не бойынша, сценарий бойынша монтаж жасатқызып, солай шығардық. Оның сценарийін өзіңіз жаздыңыз ба? Сценарий өзім жаздым дегенде бізде бір WhatsApp-та группа болды. Мен жазып, сол жаққа жердім, және қалған адамдар өздерінің ойларын қосты. Мына жерде былай істесек қайтеді, былай істесек қайтеді деп, солардың барлығын қосып жасадық. Ал ұйымдастыру кезінде, мысалы, көліктерді ұйымдастыру, жылқыларды ұйымдастыру, жаңағы туларды тіккізу, сол кезде көмек көп болды ма жан-жақтан? Бірден келісіп жатты ма? Бірден келісіп жатты. Үлкен ағалар қолдап жатты. Бірдеңе айтар алдында сол кісілермен ақылдасып алдым. Өйткені
үлкендердің жолын кеспей деп. Содан кейін жаңа түсірілім алаңында кішкене қиындау болды адамдарға айту, былай істеу керек деп. Ол сосын дала суық болды, жоқ, ол күні дала жылы болды. Қаңтар айында бір аяздар болған. Соны уайымдадық, біз далада түсіре алмай қаламыз, өйткені көп ауылдардың жаңа дрондарын суықтан қуаты өшіп, құлап жатты. Біз бірнеше ауыл бірігіп істедік. Бірнеше ауыл бірігіп істеген себебі, өйткені мен көрсеткім келді, біздің жақтың адамдары бірге аламыз, бірге істей аламыз деген сияқты. Бөлек-бөлек ауыл болып түсірмей, 4 ауыл бірге түсірдік. Жалпы бұл челлендж есімде, қателеспесем, ол Ресей Думасының өкілдері біздің Қазақстанның территориясы туралы сөз айтқан еді. Содан кейін бізде түсіре бастады. Жалпы өзіңіз, сіз қаншақты патриотсыз және осы жер мәселесіне қатысты не айта аласыз? Енді жер мәселесіне қатысты, енді бүкіл ел енді оған қарсы ғой, жаңа жалға берілуі деген сияқты. Бірақ біздің жақта орыс өкілдері енді көп тұрады ғой, ондай бізде мәселе қозғалған жоқ. Өйткені біз естіп жаттық басқа аудандарда сол айтқандықтан көп бір-бірмен бір келіспеушілер болып жатты. Сондай болмасын деп біз ондай ол мәселені қозғаған жоқпыз. Тек қана осы көбісі айтты ғой, біздің тәуелсіздігімізге арналады деп осы челлендж. Сондай форматта түсірдік. Ондай ешқандай қозғалмады. Яғни тікелей сол Ресей өкілдерінің айтқан сөзіне жауап емес, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған шара ретінде өткіздік. Өткені бізде өзіміз сонда басқа ұлт өкілдері тұрып жатқан кісілер де бізді қолдап жатты. Қолдады? Иә, қолдады. Жалпы нағыз патриот қандай болу керек? Нағыз патриот. Енді ұлттық нақышымызды, ұлттық бейнемізді көрсетіп жатқан арулардың бірісіз ғой. Нағыз патриот, мысалы, сізді де бізде көп жастар патриот деп санайды. Патриот енді өз елін ұмытпау керек, жастарға үлгі болу керек, басқа да елдерге біздің елімізді таныту керек деп ойлаймын. Сосын жаңағы қазақ тілімізді ұмытпайтындай, салт дәстүрімізді ұмытпайтындай, елімізді дамытатындай сондай адам болу керек патриот деген, менің ойымша. Ал сіздің кумиріңіз бар ма? Менің кумирім енді болып жатады, әншілерден ондай қатты бір беріліп ондай жоқ менде. Яғни бүгінгі күннің батырын атай алмайсыз? Иә. Мысалы, енді ондай кісілер көп қой, мысалы спорт жағынан қарасақ, мысалға бізде қаншама Геннадий Головкин, мысалы біздің өзі таза қазақ болмаса да біздің қандай қылып көтеріп кетті. Сондай адамдарды мен бір тұтам. Яғни әркім өз мамандығында бір белгілі жетістікке жетіп, Қазақстанымызды, елімізді көркейтіп, дамуына үлес қосып жатса, ол өзі батыр, иә? Қазақ елінің, қазақ хандығының болсын, қазіргі тәуелсіз Қазақстанымыздың болсын, дамуына бір үлесін септігін тигізген үш тұлғаны атап кетсеңіз? Ең алдымен осы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осы кісі енді біз үшін көп үлес қосты, тәуелсіздік алды. Ең бірінші сол кісі деп ойлаймын. Жақсы, Қазақстанның дамуына үлкен үлесін бір қосқан, сіздің ойыңызша ол біздің елбасы. Иә, елбасымыз. Құрметті көрермен, бүгіннен бастап мен әр сұхбат сайын сіздерге байқау жариялайтын боламын, және де байқаудың жеңімпаздарына сыйлық сыйлайтын боламыз. Бүгінгі біздің байқаудың шарты бойынша сіздер комментарийде Асыл ханымға бір тиктоктың видеосына сценарий жазып берсеңіз, біз оның ішінде ең қызықтысын, бір тың идеясы бар сценарийді таңдап аламыз. Біреу емес, екеу деп айтып отырмыз, өйткені бізде Асыл ханым биылдан бастап бие сауады екен. Сол себепті сіздерге Асыл ханымның қолынан шыққан қымыз сыйлаймыз. Және екінші ұнаған комментарийге біздің Асыл ханымның бір ұсынысы бар, жаңа сіз айтып кеткен. Иә, біздің өңірден белгілі бір ақын жазушыларымыз бар, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов деген сияқты. Сол кісілердің Ғабит Мүсірепов атамыздың «Ұлпан» романын, кітабын сыйлағымыз келеді сіздерге.
Мінекей құрметті көрермен, бірінші байқау үшін меніңше өте керемет сыйлықтар. Қымыз ішкіңіз келсе, Ғабит Мүсіреповтің кереметтей ұлпан романын алғыңыз келсе, бізден керемет комментарий қалдырыңыздар. Келесі шығарылымда мен жеңімпаздарды жариялайтын боламын. Және сіздермен байланысу үшін өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізді белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Міне, сұхбатымыз аяғына келді. Асыл ханым, уақыт бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңыз үшін. Сау болыңыз. Адамның аузына бір емес бірнеше тіл сияды, ал ана тілің сыймаса, онда қазақ болмай-ақ қой. Қазақ боп туғаныңа өкінбе, қазақ боп жарыта алмағаныңа өкін. Қазақ тауда тұрса, ақ бұлтпенде, шетте жүрсе, жат жұртпенде көрші бола біледі. Қазақты 300-ге бөліп, 200-ді қылмаған Құдайға рахмет. Байлық іздеп жүргенді көрдім, билік іздеп жүргенді көрдім, бақыт іздеп жүргенді көрдім, ақыл іздеп жүрген қазақты көрмедім. Кісілік кісі таңдамайды. Ол қой бағып жүрген қатардағы қазақтан бастап, ел басқарып жүрген елеулі азаматтарға шейін бірде біреуін жатырқамайды. Бірақ ол екінің біріне бұйырмайтын, адамның адамына ғана соның жүрегіне ұя салатын қымбат қасиет. Қадыр Мырза әлі.